Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді муравейниктің рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен ұнымызға мұздатқышта тұрған мұздай сары майды алып, үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Басқа табаға қаймақты алып, оның үстіне бір жұмыртқамен қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Массаны сары май мен ұнға қосып, осылай лопатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз алдымен. Сосын барып, қолдың көмегіне жүгінеміз. Қолмен жайлап осылай илей отыра, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Ешқандай артық ұн қосудың қажеті жоқ. Жайлап араластырсаңыздар, соңында өзі әдемі қамыр болып шығады. Қамырды илеп болғаннан кейін салафанға салып, мұздатқышқа 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мұздатқышта қатып тұрған қамырды алып, екіге бөліп аламыз. Алдын ала осылай пешке салатын ыдысыңызға пергамент қағазын төсеп, қамырды алып, үккіштен өткізіп шығамыз. Пешті міндетті түрде алдын ала қызартып қоямыз, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Араластыратын кремін дайындаймыз. Сары майға вареная сгущенка, үстінен мақ қосып, миксермен немесе блендердің көмегімен араластырып аламыз. Мақ қосу міндетті емес. Міне бізде осындай сұйықтау крем шығу керек. Пісіп дайын болған қамырды осылай табаға салып алып, қолдың көмегімен жақсылап майдаласаңыздар да болады, немесе салафанға салып, оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыздар да болады. Ұсақталған бөліктерге кремді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кез келген формаға осылайша салып, жақсылап нығыздап, осылайша төңкеріп үстінен бір ұрсаңыздар, өзі тез түсіп қалады. Бұндай формаға салу міндетті емес, барлығын бір табаға салып, тарелкаға төңкерсеңіздер де әдемі болады. Үстінен осылайша шоколадтың көмегімен сәндеп шықтым. Түрі де, дәмі де өте әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.